Ал балдар, біз бүгін келесі сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз ұзындық, аудан, көлем. Біз бүгінгі сабақта ұзындықты, ауданды, көлемді х-ға айналдыруды үйренеміз балдар. Жалпы біз есептерде ұзындықты L әрпімен белгілейміз. Ал оның С жүйесіндегі өлшем бірлігі балдар метр. Енді бүгін километрді метрге айналдырайық. 1 километрде балдар 1000 метр бар. 1000 дегенде 3 нөл бар балдар, оны 3 дәреже ғып осылай жазсақ болады. Келесі 1 дециметрде оның минус 1 дәрежесіндегі метрі бар. Балдар, алдыңғы сабақта үйреткенмін. 1 сантиметрде оның минус 2 дәрежесіндегі метрі бар. Яғни ол деген сөз балдар 1-ді 100-ге бөлесің деген сөз. Мына жерде 1-ді 10-ға бөлесің деген сөз. Енді 1 миллиметр ол 10-ның минус 3 дәрежесі, яғни 1-ді 1000-ға бөлесің деген сөз балдар. Енді келесі ауданды балдар біз S әрпімен белгілейміз. Формуласы А квадрат. Яғни 1 километр квадратты балдар метр квадратқа айналдыру үшін біз 10-ның 3 дәрежесін не бары жақшаға алып 2-ке көбейте саламыз. Квадрат болса 2-ке көбейтеміз, куб болса 3-ке көбейтеміз балдар. Сонда 3-ті 2-ке көбейтетін болсақ, 6 дәрежесінде квадрат метр балдар. Екінші, 10-ның минус 1 дәрежесін квадраттаймыз. Сонда минус 1-ді 2-ке көбейтсек балдар, минус 2 дәрежесінде квадрат метр. Үшіншісінде қараймыз, минус 2 дәреже. 10-ның минус 2 дәрежесін 2-ке көбейтеміз балдар. Минус 4 болады. Сонда 10-ның минус 4 дәрежесіндегі квадрат метр. 10-ның минус 3 дәрежесі, балдар, миллиметрді метрге айналдырғанда. Енді осына жақшаған ашып 2-ке көбейтеміз. 3-ті 2-ке көбейтсек 6 болады. Таңба сол күйінше сақталады. Минус 6 дәрежесіндегі метр квадрат болады. Келесі куб метр балдар. Куб метр 1 километрде 1000 метр бар. Дәл осылай жазамыз 3 дәреже деп. Және де жақшаға алып, оны 3-ке көбейтеміз. Сонда 10-ның 9 дәрежесіндегі метр куб болады. Келесі 10-ның минус 1 дәрежесінде балдар 3-ке көбейтеміз. Сонда 10-ның минус 3 дәрежесіндегі куб метр. Келесі 10-ның минус 2 дәрежесін кубтаймыз. Сонда 10-ның минус 6 дәрежесіндегі куб метр. 10-ның минус 3 дәрежесін дәл жазыламыз. Сөйтіп жақшаны ашамызды дәл солай 3-ке көбейтеміз. 3-ті 3-ке көбейтсек 10-ның минус 9 дәрежесіндегі куб метр болады балдар. Енді бұл жерде айтып кететін нәрсе көлемде кейбір есептерде бізде литрмен береді. 5 литр деп балдар, ол да көлемге жатады. 1 литр балдар бізде 1 дециметр кубқа тең. Яғни 1 дециметр кубты метр кубқа айналдыру үшін кестеге қарасаңдар 10-ның минус 3 дәрежесіне тең болады балдар. Дәл осы 10-ның минус 3 дәрежесін апарып қоя саламыз. Енді осы берілген шамаларға мысал келтірілген, соларды шығарып көрейік балдар. Так, біріншісі 60 километр. 60 километрді метрге айналдыру үшін 10-ның 3 дәрежесін көбейтіп қоя саламыз. Тең. Нада 1 нөл бар, плюс дейміз. Сонда 6 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесіндегі метр болады. Так, 0,7. Дециметрді метрге айналдыру үшін минус 1 дәреже. Сонда 0,7-ні біз былай жазсақ болады балдар. 7 10-ның минус 1 дәрежесі деген сөз. Яғни 7-ні 10-ға бөлесің деген сөз. Оған апарып наны көбейтеміз. Сонда дәрежелерді көбейту кезінде дәрежелер қосылады. 7 10-ның минус 2 дәрежесіндегі метр болады. Үшінші 7-де 7
көбейтеміз 10-ның минус 3 дәрежесі. Диаметр. 36 көбейтеміз. Сантиметрді метрге айналдыру үшін балдар минус 2 дәреже. 100-ге бөлеміз деген сөз. Мәні дәл осылай жазып қойсақ, бізде есептеуде ыңғайлы болады. 200 көбейтеміз. 10-ның минус миллиметрді метрге айналдыру үшін минус 3 дәреже. Енді осының өзін ықшамдап жазуға болады. 200 деген 2 10-ның 2 дәрежесін көбейтеміз 10-ның минус 3 дәрежесіне. Сонда бізде 2 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі деген сөз. 2-ні 10-ға бөлесің деген сөз. Метр болады балдар. Екінші, ауданға қатысты есептер шығарып көрейік. 6 дециметр квадрат. 6 көбейтеміз 10-ның минус 1 дәрежесін квадраттаймыз балдар. Сонда 6 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесіндегі метр квадрат болады. Так, 165 көбейтеміз 10-ның минус 2 дәрежесін көбейтемін 2-ге. Тең 165 көбейтемін 10-ның минус 4 дәрежесіндегі метр квадрат. 0,8 көбейтемін минус 1 дәреже дециметрді метрге айналдыру үшін 2 квадратты жақшаның сыртына қоям. Минус 1-ді 2-ге көбейтемін. Сонда 0,8 көбейтемін 10-ның минус 2 дәрежесі. 0,8-ді минус 1 дәреже деп алатын болсам, көбейтемін тағы да минус 2 дәреже. Мен барынша ықшамдап жазып жатырмын балдар, стандарт түрге келтіріп. Сонда біз балдар 8 10-ның минус 3 дәрежесіндегі квадрат метр деп жазуымызға болады. 1680 көбейтеміз 10-ның минус 6 дәрежесі балдар. Мынадағы минус 3 дәрежені көбейтесің 2-ге. Сонда 6 дәрежесіндегі квадрат метр болды. Мынада да дәл сондай мына есепте. 2-де 5 көбейтемін 10-ның плюс 3 дәрежесі балдар. 10-ны 2-ге көбейтетін болсам, 2-де 5 көбейтемін 10-ның 6 дәрежесіндегі квадрат метр. Келесі 0,18 дециметр куб. Дәл солай қалай квадраттасақ, дәл солай кубтаймыз балдар. Яғни 0,18 10-ның минус 1 дәрежесін 3-ге көбейтеміз балдар. Сонда 0,18 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесінде куб метр болады. Бізде мынаның өзін ықшамдап жаз деуі мүмкін балдар. Сонда 18 10-ның минус 2 дәрежесі болады. Оны минус 3-ге көбейтетін болсақ, 18 10-ның минус 5 дәрежесінде берілуі де мүмкін. Келесі балдар. 450 көбейтеміз. Біз литр дециметр кубқа теңдегенбіз. Олай болса минус 3 дәрежесіндегі метр кубқа тең. Келесі. Мынаның өзін ықшамдап жазайық балдар. 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі десем болады. Үтірден кейін сандар санаймыз. 1, 2, 3. Енді сантиметр кубты метр кубқа айналдыру үшін минус 2 дәреже. Сонда 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесін көбейтеміз 10-ның минус 4 дәрежесіне. Сонда 9 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесіндегі метр куб болады. Келесі 200 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Оны ықшамдап жазатын болсам 2 10-ның минус 4 дәрежесі куб метр. 0,6 көбейтеміз километрді метрге айналдыру үшін 3 дәреже. Оны тағы да 3-ге көбейтсек балдар, 0,6 көбейтеміз 10-ның 9 дәрежесі. Бүгінгі шығарған есебіміздегі ең үлкен мән балдар осы болуы керек. Себебі 9 дәреже плюс 9 дәреже болды. Ал бүгінгі сабақ түсінікті болса, осымен сабағымызды аяқтаймыз балдар.